Қазақ байырғы заманнан жетімен жебеп жесірін жылатпаған қайырымды іс жасауда азаматтық парызы санаған Бөрлі ауданының тұрғындары да үш бірдей отбасыға баспана сыйлады. Егіске атсалысқандар қатарында Харекет қайырымдық қоры да бар. Жарсуаттық Айтеновтер отбасы көп жылдан бері бала шағасымен баспана тауқыметін тартып келген. Үш қыз тәрбиелеп отырғаны жалғыз бастаны ауыл әкімдігіне кіші қызметкер болып еңбек етеді. Биыл ауылдастары жиналып, бұл отбасыға тұрмысқа жайлы 3 бөлмелі пәтер алып берді. Жарсуаттықтардың бұл алғашқы қайырымдылық іс емес. Былтыр ғана асарлатып Сошендердің отбасына баспана тұрғызып берген еді. Хочу огромную благодарность. Көп жылдары анамның үйінде тұрдым. Менен бөлек екі ағам анаммен бірге тұратын еді. Кейін үйде айтуға келмейтін баспанада тұрдық. Ол бір бөлмелі еді. Қыздарыма сабақ оқитын жағдайлар болмады. Бір күні құрбым менің жағдайымды айтып бейнеролик түсірді. Ашылған шотқа халық ақша аударып 2 миллион теңгеге осы баспананы сатып алдым. 15 соттық жерімізде үйден бөлек монша мен сарайымыз бар. Жанашырлықпен қараған барлық тұрғындарға алғысымыз шексіз. Өңірдегі баспанаға зәру отбасыларға Харекет қоры да өз үлесін қосуда. Жақында қайырымдылық қор 3 балалы Ақсайлық жалғыз басты әке Бақтығали Құрманғалиевке жеке үйдің кілтін табыстады. Бір қыз бен 2 ұлды тәрбиелеп отырған отағасының қуанышында шек жоқ. 10 соттық жері бар 2 бөлмелі баспана енді Бақтығали Құрманғалиев пен оның балаларына құтты мекен болмақ. Баспананың қоныс тойы болып отыр. Бақтығали ағамыз 3 балалы әке, 1 жылдай болды. Дүниеде озғалы, балдары 1 жас 5 айлық, 1 жаста балдарын тәрбиелеп отыр. Әке орны әке, ана орны әке болып отыр. Қиыншылық көп. Осыдан Харекет қайырымдылық қоры 4-5 ай бұрын тексеріліп, Бақтығалиға видео түсіріліп, комиссиядан өтіп, баспананың кілті берілді. Мұталиевтер отбасы Бөрлі аудандық мешіт жамағатының қолдауымен баспаналы болды. Республикалық ел үлесі пәтерге жобасы аясында сыйға берілген баспана екінші топтағы мүгедек жалғыз басты ана мен оның баласына Кеңтүбек ауылынан берілді. Айта кетейік, бас мүфтидің бастамасымен өткен жылы республика аумағында қолға алынған ел үлесі пәтерге жобасы тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға халық болып қаражат жиналып үй алып беруді көздейтін жоба. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.